Бұл Бейсенғазиндар әулеті. Бүгін қазақтардың ұлттық киім киіп, өздерін қазақ сезінетін 22 наурыз мейрамы ұлыстың ұлы күні. Ал әкесі Айдос наурыз мейрамында 4 күн демалатынына риза. 4 күн демалыста үйде босқа жатпайық деп. Өй, жарты сағаттың ішінде 5000 тауып алдым. Адам деген көп. Ал бұл анасы Марал WhatsApp'тан келетін кез келген хабарламаға қатысады. Қандар группасы есік терезелерін ашып қойыңдар, бүгін Қыдыр ата келеді дейді ғой. Ал бұл Қыдырбек. Маңайдағы барлық нәрсені білгісі келіп тұратын ерекше бала. Балам. Праздник деп дала ашып кетіп жүрмеңдер, құрысын ауырып. Балам, тұра ғой енді. Тұр, балақан. Тұра ғой. Мам, неге терезені ашып тастадыңыз? Тоңып кеттім. Балам, бүгін Қыдыр ата үйлерді аралайтын күн екен. Ана туысқандардың группасына Жанар апайың айтып жатыр. Есік терезені ашыңдар дейді. Тұр енді. Қыдыр ата жақсы екен. Тәте секілді емес. Хат жазбайсың, өзі келеді. Балам, бағана дайындаған көжеден құйып берейін ба? Наурыз көже деген дәмді ғой. Еметіне қарашы. Мінеке, дәм көш. Бір нәрсе жетпей тұрған сияқты, ары қарайым, бері қарайым. Айраны қоспаппын. Айраны ұмытып кеттім балам. Тез магазинге жүгіріп барып келші, маған айран қосу керек. Мына айран қоспаса көже болмайды. Ұлыс оң болсын деп 6% тұрақ ала салайын ба? Бар енді балам, тез. Ойнамай тез барып кел жүгір. Ассалаумағалейкум ата. Алейкум. Сіздер неге наурызда жұмыс жасап жүрсіздер? Демалмайсыздар ма? Мереке ғой. Демалыс осы емес пе? Наурыз мерекесінде жасалатын ғұрпың көмірің дейді дана қазақ. Соны ырымдап бізде бүгін бала шағамызбен жеттал егіп жатырмыз. Қандай ағаштар? Міне бірінші байлық денсаулық дейді. Бісміллә. Бұл денсаулық ағашы. Шырша. Екінші ағаш. Елімізде, жерімізде бейбітшілік болсын деген ниетпен бейбітшілік ағашы жұпаргүл ағаш дейді. Балам, сендердің тілдерінде қалай аталып жүр ол? Сирен ғой әке. Сирен ағаш дейді. Үшінші ағаш еккеніміз ол береке бірлік болсын деген береке бірлік ағашы, емен ағашы. Төртінші ағашымыз елімізде әрқашанда амалшылық болсын деген алма ағашы болады. Бесінші ағаш Қазақстан өркендеп өссін деген өркендеу ағашы. Терек. Жеме оны. Мынаған таста, мынаған. Алтыншы ағаш халқымыздың саны көбейсін, өсіп өнсін деген көбею ағашы. Қарағай. Жетінші ағаш қазағымыздың аңдаған ғой. Бақытты өмір сүрейік деп бақыт ағашы дейді. Міне, балам осы игі дәстүрлерді жалғастыратын сендерсіңдер. Өзің не істемейсің? Біздің үйде мама наурыз көже жасап жатыр. Ал мені айранға жіберген болатын. Мен онда кеттім. Айран алайын. Рахмет сізге. Жарайды, жолың болсын. Шіркін, абайсыз бала күндер ай десеңші. Құдай қонақ келді, төрге отырсын. Кел балам, қырықтың бірі Қыдыр келіп отыр. Енді қонаққа ас алып келіңдер. Апа, сіздер де наурыз мейрамын тойлайсыздар ма? Емес, шығыс халқының барлығы да бұл тойды тойлайды. Мұның орны ерекше. Наурыз мейрамы жер бетіндегі барша ұлттардың ортақ мейрамына айналып келе жатқаны рас. Көп ұлтты Қазақстандағы түрлі ұлт өкілдері ұлыстың ұлы күні бір шаңырақтың астында бір тұтас халық екенін жылда көрсетеді. Өйткені олардың мемлекеті де, тілі мен дәстүрі де Ал қонаққа бір күй тартып жіберейін. Ой, рахмет, мінекей, өте жақсы.
Рахмет. Қазақ халқының музыкалық аспабы домбыра. Қазақ халқы домбыраны көне заманнан бері қуанышта да, қайғыда да қолданып келеді. Домбыраның үнімен халқымыздың тарихы, салт дәстүрін, құндылықтарын жеткізген. Домбыраның түрлері көп дедіңіз, оларды қайдан көруге болады? Егер балам домбыра түрлерін көрген келсе, музейге барғаның жөн болар. Алайда тезірек баруым керек, жабылып қалмасын. О, тоқта бауырым, жүйрік ат, ер тұрман, сұлу жар ер азаматтың көркі қазақ дейді. Міне саған қамшы, төрге қоясың. Рахмет. Ғажап міне. Бақам тыңдап кет. Дастархан мол болсын, еліміз тыныш, балашаға аман, денсаулығымыз мықты, аспанымыз ашық болсын, үйіңізге күт береке, жүрегіңізге иман, басыңызға бақыт берсін, Алланың нұры жаусын бәрімізге. Қабыл болсын. Мына бала қайда жүр? Айранға кеткен еді. Ей, қайдан айтпашы досым. Наурыз күні семенге түсіп қалғасын ғой. Бірге болсын. Бәйбішеміз звондап жатыр. О, бәйбіше. Тамағың дайын ба? Әкесі бала жоқ. Ау, бәйбіше, естеймін. Не дейсің? Қазір тұра тұр, бәйбіше. Алло, полиция. Алло, да, полиция. Полиция, бала жоғалды. Бала жоғалды? Қыдырбек жоғалып кетті. Өкінішке орай, пандемиялық жағдайда мұражайлар жұмысы уақытша қысқартылғанын Қыдырбек мүлдем білмейді. Наурыз мейрамының басты тағамы Наурыз көже. Наурыз көженің түп мағынасында адамдарды достыққа және бірлікке шақыру жатыр. Қазанның 4 құлағына 4 жапырақ май қояды. Кәрішілікті қарияларға тартады. Кәрішілік бабалар дәстүрін жалғайды. Дән өсіп өркендеуіміздің белгісі. Су мен тұз ұрпақтарымыздың дәм тұздары жарасып, мәңгі тату тәтті өтуіне дәнекер болады. Айран қатық айрандай ұйып, басымыздың өмірлік бір болып, ақ көңіл, адал ниетте болатындығымыздың куәсі болады. Ал қазан құлағына қойып пісірген 4 жапырақ май. Төрттілігіміз сай, бай бақытты тұрмыс кешуіміздің өмірлік бастамасы. Қыдырбек, балам Қыдырбек, ояншы балам. Балам Қыдырбек, балам тұршы. Мұнда не істеп жүрсіңдер? Бүгін мен наурыздың мән мағынасын түсіндім. Біраз нәрсе көрдім. Ой түйдім. Осайда Қыдыр атаның шаңырағымызға келіп, құт қондырып, Қыдыр дарытатыны рас екен ғой. Наурыздан наурызға аман есен жете берейік.